Сәлеметсіздер ме, балалар? Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Байқадам жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Нұрғалиева Лаура Айғалиевна. 6 сыныпқа арналған судың да сұрауы бар атты сабағымызға қош келдіңіздер. Алдарыңызда көріп тұрғандай, бірнеше ыдыстағы су және географиялық карта. Ыдыстағы су жер бетіндегі су қорын бейнелейді. Ал дүниежүзілік карта судың әртүрлі мөлшерде болатынын көрсетеді. Кейбір аймақтарда су мол болса, кейбір жерлерде адамдар әрбір тамшы үшін күресуде. Сондықтан суды әділ әрі үнемді пайдалану бүкіл адамзаттың ортақ міндеті болып табылады. Бұл ыдыстағы сулар біздің табиғаттан алған аманатымыз. Егер суды дұрыс пайдаланбасақ, бір күні кей жерлерде мүлдем су қалмау мүмкін. Сондықтан әрбір тамшының сұрауы бар. Бүгінгі сабағымызда бірнеше құндылықтарды меңгереміз, яғни дамытамыз. Бұл ең басты жауапкершілік. Яғни су тек бір адамның емес, бүкіл елдің байлығы, адамзаттың байлығы. Сол байлықты жауапкершілікке ала отырып, үнемшілік құндылығын дамытамыз. Қазақ халқы байлықтарын ысырап етпеген, үнемді пайдаланған. Табиғатқа деген құрметімізді арттырамыз. Қазақ дәстүрінде бұлақтың көзін ашу, яғни құдық қазу, су жолдарын таза ұстау үлкен сауапты іс саналған. Сол құрметімізді, табиғатқа деген құрметімізді осы сабақта дамытамыз. Енді сабақты бастамас бұрын сіздерге бейне жазба ұсынамын. Сол бейне жазбаны міндетті түрде мұқият тыңдап, сол бейне жазбанда тыңдаған мәлімет бойынша бірнеше тапсырмалар беріледі. Ал ендеше кеттік. Сәлем Байқадам мектебінің оқушылары. Менің есімім Жансая. Бүгін мен сендерге су туралы біраз ақпарат беретін боламын. Мұқият тыңдап, Лаура мұғалімдеріңнің берген тапсырмасын орындап отырыңдар. Су тіршіліктің негізі. Су біздің өміріміздегі ең маңызды заттардың бірі болып табылады. Ол барлық тірі организмдердің, соның ішінде адамдардың, жануарлардың және өсімдіктердің өмір сүруі үшін аса қажет. Су болмаса, жер бетінде ешқандай өмір болмас еді. Су қай жерде кездеседі? Ол өзендерде, көлдерде, теңіздерде, мұхиттарда және жер астында орналасқан. Әлемдегі барлық судың 97% теңіздер мен мұхиттарда, ал тек 3% ғана тұщы суда. Тұщы судың көп бөлігі мұздықтарда, ал қалғаны өзендер мен көлдерде. Судың бірнеше маңызды қасиеті бар. Ол түссіз, дәмсіз және иіссіз. Су жиналып буға айналуы, ал сосын қайтадан конденсацияланып сұйық күйге оралуы мүмкін. Бұл процесс табиғатта судың айналымын қамтамасыз етеді. Жаңбыр жауған кезде су жерге түседі, сосын ол өзендер мен көлдерге ағып қайтадан буланып аспанға көтеріледі. Ал сендер білесіңдер ме, сулардың ішінде мұздықтар 68,7%, жер асты сулары 30,1%, ал өзен көлдеріне бәрі 1,2% болып табылады. Ал адамзат суды ауыл шаруашылығында 7%, өнеркәсіпте 20%, тұрмыстық өмірде 10% қолданады екен. Су сонымен қатар күнделікті өмірімізде де маңызды рөл атқарады. Біз суды ішеміз, тамақ дайындауда қолданамыз, жуынуда, жуындыруда және тағы да басқа көптеген іс-шараларда пайдаланамыз. Бірақ өкінішке орай адамдардың су ресурстарына немқұрайлы қарауы судың ластануына әкеліп жатыр. Ластанған су біздің денсаулығымызға зиян тигізеді. Сондықтан да суды үнемдеу және оны қорғау біздің міндетіміз. Біз суды ысырапсыз пайдаланып, табиғатымызды қорғауға көмектесуге тиіспіз. Есімізде болсын, судың да сұрауы бар. Рахмет. Жаңа сабақпен хабардар болдық. Енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай болмақ? Су тақырыбы бойынша мәтіннің негізгі, қосымша, детальді ақпараттарды анықтап, деректерді жинақтауды, графиктік мәтін құрастыруды үйренеміз. Графиктік мәтін дегеніміз не? Яғни диаграмма, кесте, сызба. Сөйлемдегі есімдік қызметін түсіну,
есімдікті зат есім немесе сын есімнің орнына қолдануды меңгереміз. Бұл бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты. Ал енді бірінші тапсырма жұптық жұмыста болады. Алдарыңызда мәтін беріледі. Сол мәтіннен сіздер маған негізгі қосымша және детальді ақпараттарды анықтайсыздар. Осы ақпараттарды дәптерлеріңізге түртіп ала отырыңыздар. Ал енді мен сіздерге дескриптормен таныстырайын. Мәтінді түсінеді, негізгі қосымша детальді ақпараттарды анықтайды, сұрақтарға жауап береді. Осы дескриптор арқылы тапсырманы орындаңыздар. Енді осы алған білімдеріңізді мен сіздерден интернет желісін пайдалана отырып мәтінмен жұмыс жасатқым келіп отыр. Алдарыңызда ақпараттар ұсынылды. Сол ақпараттардан сіздер сәйкестендіру жұмысын жасау керексіздер. Яғни суды өсімдіктер мен жануарлар пайдаланады. Бұл бізде қандай ақпарат деп ойлайсыз? Бұл бізде қосымша ақпарат. Су табиғатта айналымда болады. Бұл бізде негізгі ақпарат болу тиіс. Су түссіз, иіссіз, дәмсіз. Бұл бізде қосымша ақпарат болу. Су ресурстарын үнемдеу керек, бұл бізде қандай? Бұл бізде детальді ақпарат болу тиіс. Адам ағзасының 60-70% судан тұрады дейді. Бұл бізде детальді ақпарат болу тиіс. Ал әлемде тұщы су 3% екен. Бұл бізде негізгі ақпарат болады екен. Сіздер де осындай тапсырманы орындады деген сенімдемін. Енді жауабымызды тексере кетейік. Міне алдарыңызда көріп тұрғандай құс қанаты барлығына берілді. Құттықтаймын, рахмет. Осымен біздің интержелісіндегі тапсырмамыз аяқталды. Ал енді келесі тапсырмамызға көшейік. Екінші тапсырма топтық жұмыс. Су тіршілік көзі тақырыбы бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін құрастыруымыз керек дедік, міне, яғни диаграмма, кесте, сызба. Дескриптор алдарыңызда тұр. Су тіршілік көзі тақырыбына қатысты ақпарат жинаймыз. Жиналған ақпараттарды топтастырамыз. Ақпараттарды графиктік мәтін құрастырамыз. Диаграмма, кесте немесе сызба. Таңдау өздеріңізде. Дескрипторды естеріңізге мұқият алып отырыңыздар. Өйткені тапсырма барысында біз осыған сүйенеміз. Ал енді мен сіздерге ықтимал жауапты ұсынамын. Қандай ықтимал жауап? Яғни бағана диаграммасын қолдануға болады, Сіздер де осындай жауап берді деген үміттемін. Ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, тұрмыстық қажеттіліктерге судың қолдану салалары пайызбен есептегендегі бағана диаграммасы. Келесі кесте түрінде су қолданылатын салалар, мен жаңағы айтып өткендей, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, тұрмыстық. Пайыздық үлесі 70% ауыл шаруашылығына, 20% өнеркәсіп шаруашылығына, тұрмыстық қажеттілік 10% көрсетеді екен. Жақсы, рахмет. Келесі тапсырма, яғни саралау, жеке жұмыс. А деңгейін таңдаған оқушыларымыз 5 сұраққа жауап береді. Дескриптор алдарыңызда тұр. Мәтіндегі негізгі идеялар түсінді, әр сұраққа нақты жауап берді. Жауаптарында мәтінде айтылған ақпарат дұрыс қолданады, жауаптар логикалық тұрғыдан құрылды. Келесі, В деңгейіндегі берілген мәтіннен судың пайдалы және зиянды жақтарын есімдіктерді пайдалана отырып кестені толтырамыз. Яғни кестеге екі бағана сызамыз да, бір жағына пайдалы, бір жағына зиянды жақтарын. Дескрипторы міне алдарыңызда көріп тұрғандай, мәтіннен судың пайдалы және зиянды жақтарын анықтайды, есімдіктерді пайдаланамыз. Үшінші тапсырмадағы саралаудағы С деңгейіндегі берілген мәтін алдарыңызда көріп тұрғандай, сол мәтіннен сіздер есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолданып тұрғанын анықтап бересіздер. Ал енді мен сіздерге
дескрипторын таныстыра өтейін осы деңгейдің. Мәтіндегі есімдіктер дұрыс анықтайды, есімдіктің қызметін дұрыс ажыратады, зат есім немесе сын есім орнында жүргенін көрсетеді, кестені сауатты толтырады, есімдіктердің мәтіндегі қолданысына мән береді. Ал енді балалар, мен сіздерге ықтимал жауапты ұсынамын. Мінекей, су не үшін қажет, су қай жерлерде кездеседі, судың қандай маңызды қасиеттері бар, су ресурстарында немқұрайлы қарау неге әкеледі? Міне осы сұрақтарға жауап бересіздер. Екінші, судың пайдалы жақтары, судың зиянды жақтарын ақпарат ұсынасыздар және есімдіктерді осы кестеде пайдаланасыздар. Үшінші, яғни мәтіннің ішінен сөйлемдерді анықтаймыз, ол есімдігін, қызметін, қолданылған орнын табамыз, яғни зат есім немесе сын есім орнында. Мәселен, ол бүкіл біршілік иелерінің өмір сүруіне қажетті деген сөйлем тұр. Содан ол деген есімдікті алдық, бастауыш қызметінде тұрған кім, одан кейін су зат есімнің орнында жұмсалғанын анықтаймыз. Келесі, оның табиғаттағы айналымы үздіксіз жүреді, оның ілік септігінде тұр, судың зат есімнің орнында жүр. Келесі, бұл табиғи тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Бұл есімдік, бастауыш, бұл үдеріс, яғни зат есім орнында жүр. Келесі, оны тұрмыста, ауыл шаруашылығында қолданады, оны табыс септікте тұр, суды зат есімнің орнына. Осы ресурс адамдар үшін өте маңызды, яғни осы анықтауыш қызметінде бұл ресурс сын есімнің орнында қолданылады. Бұл біздің ықтимал жауаптарымыз. Енді сабақтың соңына да келіп жеттік. Рефлексия, ойды аяқта әдісімен оқушылар бөліктер тапсырмаларды анықтайды. Яғни, сіздер маған бүгін мен не білдіңіздер, қиындық тудырған жағдайда болса, мен не үйрендім, қолымнан осы дүниелер келді. Яғни ойды аяқтайсыздар. Бүгін нені білдік біз? Енді қорытындылай кетсек. Яғни детальды ақпарат, негізгі ақпарат, қосымша ақпарат, яғни мәтінмен толық жұмыс жасай алдық. Екінші, есімдіктің қызметін анықтадық. Зат есім және сын есімнің орнына жүретін қызметтерін анықтадық. Міне бүгінгі сонымен қоса графикалық мәтіннен сызбалар құрастырдық. Диаграмма, сонымен қоса кесте. Міне осы бүгін алған білімдеріңізді осы арқылы пысықтадық. Енді жалпы су тақырыбы болғандықтан судың ең маңызды адамзатқа керек қажет екенін анықтадық. Біз жауапкершілік, қанағатшылдық, үнемшілдік, табиғатқа деген құрметіміздің құндылығы арта түсті. Бүгінгі сабақтан алған біліміміз осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.